Армысыздар, құрметті әріптестер. Міне жаздың соңғы айы да өтіп бара жатыр. Алдыда жаңа оқу жылы. Енді жаңа оқу жылы басталатын кезде ең бірінші атқарылатын жұмыс бұл сабақ кестесін құру. Сабақ кестесін құрудан барлығымыз білеміз, оңай жұмыс емес, 3-4 күн уақыт алатын процесс. Сол себепті осы процесті жеңілдету мақсатында бір платформа ойлап шығардым. Бұның аты Кесте X. Қазір осы платформаға обзор жасайтын боламыз. Енді ең бірінші беті осындай көріністе мектеп кестесін 5 минутта жасайды деп жазылған. Енді негізінде шағын жинақталған мектептерде, сыныптар аз мектептерде 1 минут аралығында жасайды, ал қала мектептері, мысалы сыныптары көп, онда сол 5 минутқа дейінгі уақытта кестені жасап шығарады. Енді бұл жерде көретініміз сұраныс қалдыру және кіру батырмалары. Сұраныс қалдыру батырмасын басқан кезде осындай терезе ашылып, бұл жерге аты жөнімізді, мектепті, телефон номер, почта және қандай да сұрақ болса осы жерге жазып маған жібересіздер. Бұл хабарландыру маған түседі, мен сіздердің мұндай қалдырған номерларыңыз арқылы WhatsApp-қа шығатын боламын. Енді қарайтын болсақ, негізгі экранда барлығымыз білеміз, айтпақшы, кесте құрған кезде біз Санпин ережесіне бағынуымыз керек. Бұл платформа осы Санпин ережесі аясында кестені жасап шығарады. Сонымен қатар 0 параллель, жаңағы 0 мұғалімдердің бір-бірінің қабаттасуы, сыныптан бір-бірінің қабаттасуы, мұнда ештеңе болмайды. Мына жерде тағы да бірнеше деректер жазылған. Сондай-ақ бұл платформада не бар? Жалпы платформа AI жүйесіне жұмыс жасайды, жаңағы жасанды интеллект базасында. Одан кейін мұнда Google календар бар. Дайын болған кестені мұғалімдер өздерінің телефондарына бірден көшіріп ала алады. Google календар арқылы телефонда виджет бар календарының, соны қосып қойса, жаңағы әдемі болып көрініп тұрады. Оның барлығын әлі көшті. Одан кейін алмастырулар, яғни замена. Замена бұл платформада жүреді AI ассистент арқылы. Өзінің ішінде AI ассистенті бар. Сол жерге жазады, қандай да бір мұғалім осындай күн аралығында жоқ, маған алмастыратын мұғалімді тауып бер деген сияқты. Платформа сол мұғалімге замена бола алатын нұсқаларды ұсынады. Қолданушы, яғни сіздер өздеріңізге керегін таңдап аласыздар. Бұрындағыдай нені ашып, таблицаны ашып, қарап, кім бос, кім замена өткізе алады деген сияқты бас қатыратын жұмыстар енді жоқ. Одан кейін Excel-мен PDF-ті жүктеуге болады, қолмен өңдеуге болады, яғни жиі жасап берген кестені қолмен өздеріңіз өңдей аласыздар. Одан топтарға бөлу, білеміз, мектепте бірнеше сабақтар бар, топтарға бөлініп өтілетін, мысалға ағылшын, еңбек деген сияқты. Сол сабақтарды да осы кесте жасай алады. Оның барлығын қазір көрсететін боламын. Мына жақтан тарифтермен өздеріңіз ашып қарайсыздар. Сайттың сілтемесін беретін боламын. Жалпы kestex.online десеңіздер шығуы керек. Жақсы, енді олай болатын болса платформамызға кірейік. Бұл жерде өз поштамды жазайын. Бұл демо аккаунт. Жалпы енді көрініс осындай. Платформаның бұл жерде тілді ауыстыруға болады, орысша, қазақша. Сонымен қатар жарық және қараңғы режимі бар. Осындай. Енді сол жағына қарайтын болсақ, меню. Ең бірінші жаңа қолданушылар. Неге келгенде, осы платформа келгенде ең бірінші біз нұсқаулыққа өтуіміз керек. Нұсқаулықта қадам-қадаммен қалай не істеу керек барлығы түсінікті тілде жазылған. Енді бұл жерде бізде бірінші параметрлер бөліміне өтуіміз керек. Параметр бөліміне өтіп, мектебіміздің атауын жазамыз. Бұл жерде сіздердің тарифтеріңіз көрсетіліп тұр. Сондай-ақ мен берген пароль сіздерде одноразовый болады. Мына жерге өздеріңіздің парольдарыңызды қоясыздар. Одан кейін мына жақта оқу жылы бар. Оқу жылын мен өзім қоямын. Енді соңғы деректер бойынша күзгі, қысқы, көктем каникулдар уақыттарын қойып қоймын, егер өзгеріп жататын болса, мен өзім жасап қоямын оны. Одан кейін кестелеріңіз кейін дайын болған кезде осы жерде Excel-ге жүктеп алып, WhatsApp-қа жібересіздер. Excel таблицаның ішінде әр мұғалімнің өзінің жеке ссылкасы болады, сілтемесі. Сол сілтемені басып, мұғалімдер Google календарға доступ береді. Сол кезде календарьларында жаңағы кестелері шығып тұрады. Оны виджет етіп, главный экранға шығарып қойса, жаңағы сабақ кестесін қарауға оңай болады. Сонымен қатар бұл жерде тағы не бар? Бұл жерде сынып сағаты деген функция бар. Сынып сағатын кез келген уақыт күнге қоя аласыздар, және кез келген сабаққа. Көп жағдайда дүйсенбі, жұма күндері болады. Сынып сағаты менің мектебімде дүйсенбі және бірінші сабақ сақтап қоямыз. Бұл кейін кесте жасалған кезде, кестені генерацияға жіберген кезде сынып сағаты автоматты түрде дүйсенбі күні бірінші сабаққа орналастырылады. Жақсы, ары қарай. Мына жерде автоматты біріншісімен осыдан шығып тұрады, бұны өзгерту батырмасын басып өзгерте аласыздар. Мысалға 8 сабаққа дейін қосайық. Бірінші сабақ бізде 08:00-да басталсын. Бірінші үзіліс 5 минут, екінші 10, одан кейін 5 деп өстіп уақыттарын қойып шығасыздар. Сақтау. Дауысым өзгертілді. Бірінші смена бізде енді 8 сабақтан. Жалпы параметрлер бөлімі осындай. Келесі бізде пәндер. Пәндер бөліміне өтіп, мектепте қандай пәндер өтіледі, барлығын осы жерге жазып қосасыздар. Мысалға енді география деп жазайық. География сабағы қосу. Осылаймен барлық пәндерін қосып шығасыздар. Немесе тағы бір вариант бар, деректерді осында сақтай скачать ету, оны қазір көрсететін боламын. Одан кейін келесі бетте сыныптар, мұғалімдер, кабинеттер деген сияқты бөлімдер бар. Жарайды, қазір мен енді өзім демо деректерді көшірейін.
темір деректер көшірілді. Бұл жерде Excel шаблон арқылы деректеріңізді енгізіп, бірден порталға көшіруге болады. Немесе AI арқылы деген функция бар бұл жерде. Мұнда кез келген форматта өзіңізге ыңғайлы түрде данныйларыңызды алып қоясыздар. AI автоматты оқып, ішінен керек мәліметтерді өзі алып алады. Жақсы, деректер жүктелді дейді. Қазір бізде енді 3 сынып, бұл демо мен көп сыныптар қойған жоқпын. 3 сынып, 10 мұғалім, 14 пән деген сияқты. Осылай біз сіздерде шығып тұрады. Енді ең бірінші біз кесте құрмас бірінші пәндерден бастаймыз. Және пәндерді қосқан кезде осылай шығып тұрады. Одан кейін келесі кезекте сыныптарды қосамыз. Сыныптарды қосқаннан кейін мына жерде сіздерде пән тұрады. Сыныпқа галочка басып, керек пәндерді таңдап аласыздар. Мысалы 5-ші сыныптарда математика, қазақ тілі, қазақ әдебиеті дейтін болса, осылай таңдап аласыздар. Бұл сыныпта 5-ші Б сыныбында да бар. Сол себепті өстіп таңдап бірден енгізуге болады. Мына жерде сағат жаңағы 5 сағат, қазақ тілі 3 сағат, әдебиет 2 сағат деген сияқты осылай қолдану батырмасын басқан кезде осы пәндер осы сыныптарда автоматты шығып тұрады. Енді қазір міне тұрған пәндер 5-ші сыныпта. Сонымен қатар мен қазір бірден жасап кетейін. Мұнда ағылшын пәнін 2 топқа бөлейік. Чтобы қазір кесте құрған кезде бірден көріну үшін 5-ші және 5-ші Б сыныбындағы ағылшын 2 топ. Сонымен қатар қазір пән қосайық айтпақшы. Қосымша деген бір пән қосайық. Бұл не үшін? Бұл бізде сыныптарда мектептерде сабақтар бар. 2 аптада бөлек болады. Сол сабақтарды қазір қалай кесте жасалады. Сол үшін сіздерге көрсету үшін сыныптар бөліміне кіреміз. 5-ші А және Б. Қазір 5-ші А сыныбын мен көрсетейін. Қосымша сабақ қолдану. Бұл сабақ бізде енгізілді. Енді қазір 5-ші А сыныбында соңғы жағында қосымша деген сабағымыз тұр. Бұл сабақты біз бүйтіп қоямыз. 2 аптада бәрі. Енді 5-ші Б сыныбына қояйық. Бұл жерде қарап тұрсақ, бұл сабақ енгізілмеген бұл сыныпқа. Мына жерін басып, осылай қоя аламыз 2 аптада бәрі. 5-ші А сыныбы және 5-ші Б сыныбында осылай тұр. Енді біз және ағылшын пәнін 2 топқа бөлдік. Енді демек бізге мұғалім керек. Мұғалім қалай қосылады бірден көрсетіп кетейін. Мына жерге Айгүл Серікқызы деп жазайық. Ағылшын пәні 5-ші А және 5-ші Б сыныптарына сабақ берсін. Міне ағылшын бізде 2 топқа бөлінген бағана, бірден топтардың номері шығып тұр. Бұл кісі 1-ші топтарға сабақ берсін. Сонымен қатар айтпақшы, сынып сағаты деген бар. Сынып сағатын басқан кезде бұл мұғалім қай сыныптарға сынып жетекші. Мысалға 5-ші А сыныбында болсын. И сақтаймыз. Бізде қазір жерде тағы да бір ағылшын мұғалім бар, Смит деген. Смит Эмили деген. Бұл кісі 2-ші топтарға сабақ берсін және 5-ші Б сыныбының сынып жетекшісі болсын. Сақталды. Тағы бір мұғалім қосайық және қосымша деген. Мысалға Жандос Серікұлы деп қарастырайық. Жандос Серікұлы мына жерге қосымша деген сабақ 5-А және 5-ші Б сыныптар. Бұл жерде тағы бір нәрсе бар. Мысалға бұл мұғалім жартылай ставкада жүр. Сол себептен бір аптасының бір күнін босату сұрауы мүмкін. Мысалы жұма күні. Жұма күні алып тастаймыз. Генерация жасалған кезде бұл кісінің сабақтары жұма күнге түспейді. Тура сол сияқты мына жерде бірінші сабақты алып тастаймыз. Мысалға садикке баласын алып барып, бірінші сабақ үлгермейді. Сол себепті бірінші сабақта галочканы алып тастаймыз. Бұл кісінің сабақтары бірінші сабаққа түспейді. Осындай функциялар бар. Сондай мұғалімнің өз кабинеті бар деген функцияны басып, мына жерге кабинетті жазып сақтайтын болса, генерация жасалған кезде бұл кісінің сабақтары осы кабинетке орналастырылады. Осындай функциялары бар. Сақтаймыз. Сыныптың да өзінің несі бар. Кабинетін енгізуге болады. Мына жерге мысалға 7-ші сынып деп кабинетін жазамыз. Сол кезде мұғалімдердің өзінің кабинеті болмаса, автоматты түрде сыныптың кабинетінде сабақтары өткізілетін болады. Осындай нәрселер бар. Жақсы, енді барлығын вот істеп тұрған сияқты. Қазір мен математика мұғалімін жаса салайыншы осы. Математика 5-ші Б сыныбына сабақ берсін. Бұл қазір біз замена жасаған кезде сіздерге көрсету үшін. Жақсы, енді жалпы деректердің барлығын жүктеп болсақ, кесте бетіне өтеміз. Кесте бетіне өткен кезде бізде алдын ала кестенің дайындығын көрсетеді. Бұл жерде басып қараймыз, қазір не дұрыс емес. Апталы сабақ көп, сыныпта аптасына 30 сабақ дейді. Параметрден 6-7-ге дейін ауыстыру. Параметр бөлімінен өтіп, мына жерде бізде 6 сабақ деп тұр. Осыны өзгертеміз. Мысалға 7 сабаққа қоямыз. Осылай қояйық, сақталды. Қазір кесте бетіне өткен кезде міне ол жаңағы жоқ болды. 6-ші А сыныбының сынып жетекшісі белгіленбеген дейді. Міне қазір біз сыныпқа өтеміз. Мұғалімдерге өтейік. Мына жерден бір мұғалімді қазір сынып жетекші қылсалар. Сынып жетекші қылайықшы. Сынып сағаты 6-ші А сынып. Сақтау. Кестеге өтеміз. Барлығы дайын бізде жасылмен көрсетіліп тұр. Ешқандай ескерту жоқ. Енді кестені генерацияға жіберсек болады. Кесте құру батырмасын басамыз. Ары қарай күтеміз. Бұл енді көбіне 1 минут шамасында уақыт алу керек. Сыныптар аз болса тез жасалынады. Ал егер сыныптар көп болатын болса, мысалы қала мектептерінде сыныптар көп, онда кішкене 1-2-3 минутқа дейін күтулеріңіз мүмкін. Қазір көрейік енді
неше минутта жасайды екен. Енді 1 минутқа жетпеу керек негізі. Чуть асуы мүмкін аса. Көрейік. Вот, 1 минут 1 секунд дегенде біздің кесте дайын. Міне, топқа бөлінген сабақтар осылай көрсетіліп тұрады. Аптасына 2 аптада бір рет болатын сабақтар осылай көрсетіліп тұрады. Қазір мысалы қарап тұрсақ, тақ аптасында мына қосымша сабақ тұр. Келесі аптаны көретін болсақ, бұл сабақ жоқ. Одан кейінгі аптаны көретін болсақ, бұл сабақ бар. Сонымен қатар міне сынып сағаты дүйсенбі күнге қойылған деп барлық сыныптарда. Жалпы осылай кесте құрылған кезде енді басқару панелінен қарайтын болсақ, көрініс осындай болады. Қыркүйек айы бізде сынып сағаты тұр. 2 аптада бір рет болатын сабақ жоқ. Келесі аптаны көреміз, бар. Тағы аптада бұл қосымша сабақ тұр. Жұп аптада жоқ. Көрдіңіздер ме? Осылай шығып тұрады. Енді бұл жерде ештеңе өзгерте алмаймыз. Өзгертетін болсақ, кесте бөліміне өтеміз, осы жерден өзгертуімізге болады. Мысалға, математика пәнін басқа мұғалімге берейік. Осы жерден біз заменаны батырмасын баспай сақтайтын болсақ, бұл кісі ары қарай осы математика сабағын өткізетін болып сақталып қалады. Ал егерде бұл замена болатын болса, замена батырмасын басамыз, ары қарай сақтау деген кезде бізде неше күнге бұл кісі замена жасайды. 1 күнге, 2 күнге, 3 күнге, 1 аптаға, 2 аптаға немесе нақты аптада немесе шектеусіз де өстіп бекіте аламыз. Бұның барлығы заменалар көрсетіліп тұрады. Замена деп басқару панеліне барған кезде замена бізде арнайы белгісімен көрсетіліп тұр. Мына жерде де шығып тұр, активті заменалар. Бұны ұзартуға болады, немесе кері қайтаруға болады. Замена міне осылайынан жүреді. Бұл бірінші әдіс. Екінші әдіс бұл AI ассистент арқылы. AI ассистент арқылы жасаймыз. Қазір мына жерде мұғалімнің аты жөнін көшіріп алайық. Мысалға Айгүл Серікқызын көшіріп аламыз. Бүйтіп жазайық. Айгүл Серікқызы 05-09 және 10-09 керек деп жібереміз. Система қарайды. Кесте X ассистенті бізге бірнеше варианттар ұсынды. Мына мұғалімді қойсақ болады, мына мұғалімді қойсақ болады, немесе мына мұғалімді қойсақ болады деп. Ерасыл Ерланұлымен, Жандос Серікұлымен немесе Иванова Елена Петровнамен алмастырсақ болады. Осылайынан варианттарын таңдаймыз. Мысалы, қолдану батырмасын бастап, бұл кісі аяқталғанда автоматты қайтарылады. Көріп тұрғандарыңыздай, уақыт өткен кезде автоматты замена қайтарылады. Немесе заменаның өзі шығып тұр, сабақ бере алмайды деп. Біз бұны қайтара аламыз осылайынан. Жалпы кесте X-тің AI ассистенті осылайынан жұмыс жасайды. Өздеріңіз көргендей. Мына жерден кестені талдауға болады, мұғалімдердің статистикасын жасауға болады, кабинеттен жүктемесін қарауға болады. Осындай жылдам сұрақтар базасы да бар. Конфликт болатын болса, конфликт базасында бізде көріп тұрады. Мысалға, оны былай көрсетейін сіздерге. Мына жерде айтпақшы, қолмен де өстіп сабақтарды өзгерте аласыздар. Осылайынан орындарын ауыстырып, одан кейін өзіңізге керекті пәндердің орнын ауыстырып алғаннан кейін оларға мына жерде тұрған батырларды басып, осы жерде закрепить етіп қоямыз. Одан кейін қайтадан кестені біз генерацияға жіберген кезде бұл сабақтар осы жерде сақталып қалады. Қазір бізде бұл конфликт шығарып тұр. Мына жерде мұғалім осы уақытта 6-шы А сыныбында да тұр. Не үшін бұл бізге конфликт шығарып тұрғаны барлығы көрсетіп тұр. Конфликттер бөліміне барған кезде міне барлығы осы жерде жазылып тұрады. Жаңағы әрекетімізді кері қайтаруға болады. Мына батырманы басып міне. Жалпы осылай сабақ кестесін опамен құрсақ болады. Замена тарихын осы жерден көрсек болады. Міне бағанағы біздің жасалған заменалардың тарихы. Архив беті бар. Кейін жыл аяқталған кезде осы архив бетіне сақтасақ болады. Одан кейін кесте мына жерде нұсқаны сақтау деген бар. Осы кесте сіздерге ұнады, нұсқаны сақтап аласыздар. Одан тағы да кесте жасап көрсеңіздер болады. Егер ол кестелеріңіз дұрыс болмай, мына кестені қайтару керек болса, осы жерден нұсқалар батырмасын басып, ішінен керек нұсқаны таңдаған кезде біздің бағанағы кестеміз орнына келеді. Енді кестеміз дайын. Параметр бөліміне өтеміз. Excel жүктеу батырмасын басамыз. Бізге Excel'ге жүктелді міне. Қазір ашып қарайық. Міне, әр мұғалімнің өзінің сілтемесі бар. Осы сілтемеге өтіп, мұғалімдер календарға доступ береді. Бұл календар автоматты түрде сіздің телефоныңызға шығып тұрады. Оны қазір көрсететін болған, алдағы уақытта жалғастырайық. Жалпы енді осы. Басқа не айтылмай қалуы мүмкін. Мұғалімді қосу, деректер жүктеу. Айтпақшы, мына жерде дәл осы уақытта қандай кабинеттер бос. Бізге осылай шығарып тұрады. Мына кабинеттер бос деген сияқты. Қазір қолжетімді
дәл қазіргі уақытта мен қазір түнгі сағат 2-ге видео түсіріп отырмын. Түнгі сағат 2 бойынша мына кабинеттер бос. Бұл сабақ кезінде жақсы, қандайдар форс мажор болған кезде бос кабинеттерді осы жерден көре аласыздар. Замена тарихы, архив, нұсқаулық, барлығын айтқан сияқтымын. Бұл жерде шығарып көрсеңіздер болады. Мұғалімдердің сабақтарын көрсеңіздер болады. Не осылаймен бұны мұғалімдердің бетіне мына жақтан көрсеңіздер болады. Айгүл серіктердің сабақтарын мысалы шығып тұр. Осы мұғалімдікін скачать етіп алуға болады. Барлық мұғалімдердің скачать етіп алуға болады сабақтарын кестесін. Жалпы осы енді сіздер кіріп көріп тест жасап қандай да ақаулар болатын болса немесе ұсыныстарыңыз болатын болса мен әрдайым ашықпын. Ештеңе ұмытпасам жалпы осы. Рахмет.